Есіміңіз? Еркебұл. Келіңіз. Еркебұл, қараш. Вот, мынау дачный массивта тұрған трансформатор. Это десятка. Правильно? Почему вы не... Мынаның потерясы, қанша киловатт дедіңіз, да? 635 киловатт. 635 киловатт. Фиксированный потерясы. А почему 635 киловатт? Он же не такое большое расстояние. Ну, ондай потеря жоқ, кім айтып отыр? Вот, Бізде счет фактурами, біз төлеп тұрмыз. Вы же выставляете. Фиксированный потеря Мына жақта ондай 635. потеря жоқ. Мына жерде Мен кезінде потеря осындай. Сіз бүйтіңізші. Осы маңыңызда бұл кісіге... Конечно, не тек адам. Иә, санап беріңіздер, қанша потеря болады. Бар ма потерясы, жоқ па? Почему они должны платить за ту сумму, которую они не могут, ну, если потери нету? Мен реск кезінде Ерболат мырза арыздандым. Рескқа қалып алыш бар кезінде де. Прошу предоставить расчеты. Или болмаса пересмотреть баланс и эксплуатационную ответственность. Раз так, что бізде болғаннан кейін. Монополисты не хотят слушать. Это факт. Бірақ бұл кісілер сіздердің баланстарыңызда емес. Смотрите, бұл кісілердің өздерінің балансында дачный массив болғаннан кейін. Сондықтан қазір... Бізде де аналитик бар ғой, оны алып келеміз. Мына жақта мен отвечаю, бұл жақта ондай потеря болмайды. Потеря мынау неде, трансформаторда болады. Сізде дәлел бар ғой, фактура бар ғой. Трансформатор. Ну и все. Трансформатор Им привели, чтобы они верили на потеря линия по кабельным линиям. Кабельдің линиясындағы потеряны айтып отыр ғой, сіздердің тілдеріңіз. Трансформатордағы потеря... Ол бізге қалып отыр ғой. Транспорт потерясы всегда ол есть, оны түсініп отырмыз. Сосын именно границ разделен разделитель. Сол өзіңіз қараңызшы, разделитель енді қарасақ, енді өте плачевное состояние, анау жабысып қалды.